Бәріңізге ассалаумағалейкум. Көшеде аяғы немесе қолы жоқ адамдарды көрсек, бәрінің жаны ашитыны рас. Кейбіреулер шынымен аяқ қолы жоқ болып қайыр сұраса, кейбіреулері аяқ қолы бола тұра ақша істеу үшін неше түрлі әрекеттерге барып жатады. Бүгінгі видеода алаяқ болған қайыршылар туралы айтатын боламыз. Мана адам жолдың жағасына отырып алып, тоқтаған немесе өтіп жатқан машиналардың алдына тұрып қайыр сұрайды ау. Сондай әрекеттердің бірінде жүргізуші бұның алдап жатқанын сезгендей, тоқтап, шалбарын шешуді талап етті. Тағыда келіп қосылған адамдардан қорықты ма, қайыршы шалбарын шешкен кезде шеберлікпен жасырған екінші аяғы шыға келді. Мына видеомызда тепсе темір үзетін мына жігіт светофорға тоқтаған көліктердің терезесіне барып қайыр сұрап жүр. Сондай әрекеттердің бірінде телефонға түсіріп жүрген жігіт күдіктеніп, қасына барып, қолын тұсын ұстап көрді. Қолы бар екенін білген соң, көйлегін көтерген кезде жасап жүрген қолдары көрінді. Мына балаға қараңызшы. Бұны көрген кезде кез келген адам жаны ашитыны сөзсіз. Өзінің көлік апатынан осындай жағдайға түсіп қалдым деп алдап жүргеніне күдіктенген бір адам жасырын телефонға түсіре бастады. Көріп тұрғандарыңыздай, барлық дене мүшесі сау бала екен. Мына бала өзін ауру қылып көрсетіп, қолына жасанды қағаз ұстап алған секілді. Алайда осы аумақтың балдары оның шын ауру екеніне сенбей тексере бастады. Біршама уақыт өзінің сау екенін білдіртпеуге тырысты, қарсылық қылды. Алайда қоршап алған жігіттер жібермей тергеп жатқан кезде қолайлы уақыт тауып қашып кетті. Қайыр сұраушылар да қайда бару керегін біледі. Мына жас жігіт адамдар көп жүретін жерге аяқ қолы істемейтін секілді жатып алған. Ары-бері өткен адамдардың көпшілігі болмаса да, кейбіреуі ақша беріп кетіп жатыр. Жігіттің бұл алдамшы қылығы сол жердің адамдарына ұнамаса керек, бірнеше үлкен кісі келіп, орнынан тұрғызып қуып жіберді. Біздің соңғы кейіпкерімізге бір назар салыңыздаршы. Қандай шеберлік, жүрістерінде өзінде шынымен ауру адам секілді қылып көрсетіп жатыр. Өзін телефонға түсіріп жатқанын көріп, тіке жүріп келіп, күліп тұрып ақша сұрап жатыр.